деп атады. Жақсы қыз кентіне. Бізге налог бізге неге түспейді? Жоқ, налог Үкімет шешеді ғой. үкімет шешеді ғой. Біз сен мынаған аударасың, соған аударамыз. Сіз Қызылордаға беріп тұрсыз. Иә, Қызылорда алып кетті, зал бермейді. Бізге Жоқ, енді мен соған жаңағы буалдерге нетіп енді осы сияқтың несін жердің нелерін төлеу осы жақта. Жердің ғана налогы төлеп тұр бұл жақта, Алатұзға. Енді аман болса ол былайынша жұмысшылардың нелерінің бәрін осы жақта төленейін деп жатыр. 1 миллион 300 мың теңге сол жерден кеше жер сатып алынды да. Осы ол да тоже Арал қаласына кетті. Арал ауданына кетті ғой. Енді тоже жергілікті полиция. бізге ана жерге түссе пайдасы бар халыққа деп отқанымыз ғой. Бізге бостан Қызылордаға кетіп жатыр, бізге пайдасы жоқ. Үкімет бұлар шешеді, осы маған төлейсің, біз шеше алмаймыз. Енді осы жерде өлім қазылып тұрғаннан кейін Ояққа төленбесе штраф дейді бізге. Сен мынаған төлемедің. енді біз қазасына ол қаяқта өндіріледі енді. Біз данный время Аралдан Бұрыннан қазып та жатыр. Білеміз ғой, Арал қаласында. бұрын Жағаранға өндегенмін. Аралдан өндіріле ма? Енді қазір Аралдан өндіріп тұр, залдан қазылып тұр. Налог жергілікті түссе біздің ауылдың көркеюіне де жақсы. Иә, құда қаласа. Иә, ол үкімет ауылдашқа осы кәсіпкерлерге сен мысалы ойын алаң сала береді, мысалы ақша бөлсе мысалы. Ауыл көркейеді да, сіздерде үлесіңіз болады мысалы сол кезде. Ал біздер Қызылордаға кетеді, оның бізге пайдасы жоқ. Олар көркейіп жатыр. Біз ауыл көріп отырсыз ғой, ойын алаң. Атақты депутаттар ойын алаңда жоқ әлі. Біз білмейміз оны. Жоқ, солай жолдары болса деп жатқанымыз ғой. Болады, енді құда қаласа. Тұздың сапалығына қанша процент қойғыздар? Тұздарыңыз сапалы жағынан. Оны енді, оны геологтар кезінде өлшеді. Айди мекеме Алматыдан келді. Осыдан қанша жыл болды? Зерттеді, тұз пищевойға жарайды деген сертификат берді. Сосын жыл сайын каждый раз Қызылордаға жіберіп тұрамыз, олар сертификат беріп тұрады. Олар жаңағы ол кезде біздікі Арал сияқты дайын мекеме емес қой, дайын баяғы Союзда қалған жоқ. Оны айдаладан тауып алдық та зерттедік. Не нәрсе мынау қасықшыларында. Олар зерттеп, пищевойға жарайды. Жарайды. Пищевой жарайды. Аралдың несінің дұрыс сияқты сапалы. Иә, сапалысы Қанша Аралдан да. процент екенін айтылмайды. Жоқ, бар. 80, натрий 80 тұрды. Жоқ, 96-97 кетеді ғой. Пищевойға жарайды. Пищевой жарайды. Мамандар берсе болды. Жоқ, ол жерде бәріне қатып қалған жоқ қой. Бір жер былай, бір жер былай. Бірде төмен, бірде жоқ болады. Бұл жиналыстың мақсаты не сонда? Мақсаты экологиялық қоршаған ортаға осы кристалл тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы әсері, тек қана тұздың әсері. Ал жаңағы айтылған халықтың мәселесі керек деген сияқты ғой.